Просто ходить, смотреть это одно, а с ними вместе работать это другое уже. Вот он, мой сегодняшний рабочий инструмент, мое орудие. У нас там постели нету, ничего такого. Жаңағы кірген кезде орындықта тұрды ғой ана жерде. Сол лавочка. Орындықта осы киіммен жатады, қайтадан барасың, қайтадан аласың. А настроение падает, когда стабильный снег идет. Бағана бір жақтарым болды, әлі тұрсыңдар, тасталып қарнауымызда да лақтыңыздар. Ойлағанымыз шай ішетін уақыт болып Жоқ, қалмайды. шай ішіп лақтыңдар, енді ғана келділер. Давай кирпич бытыцей уже. Ой, может споем, друзья? Давай. Алғашқы техника жүр көшеде. Қазір адамдар шығады. Сағат 5 болды қазір. 5-те жұмысқа шығу үшін сағат 3-те тұру керек. Қазір біз енді қаланың тазалығына үлес қосып жұмыс жасауға шықтық қой енді. Сағат 3:30-да тұрып. Енді бүгін көреміз. Жарты күн сол кісілермен бірге қасында жүреміз, қолымызға күрек ұстап, солармен бірге жұмыс жасап дегенде. Сіздер де бізбен бірге болыңыздар. Соңына дейін көріңіздер осы видеоны. Ұнаса лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Мына біздің екі қызметкер бүгінгі келді мұнда. Жігіттер дайынсыңдар ма? Я даемся. Готовы к чистоте города. Психологически, морально, бәрі. Инспекция болса істейді. Просто ходить, смотреть это одно, а с ними вместе работать это другое уже. Нет, без проблем, мы не против. Скажите, пожалуйста, распорядок дня ваш. С чего начинается? Распорядок, как сказать, вот рабочий день с 6 начинается. Утром вот собирается, в первую очередь мы как бы у людей проверяем их готовность к работе. Это значит их спецодежды, сигнальный жилет. Без сигнального жилета на работу не допускается. И каждый день потом утром проводим инструктаж по технике безопасности, объясняем, что к чему, как, где проходить, как ходить. Хотя они сами это знают, но каждый день это моя работа, каждый день им это объяснять. Да. Потом они получают задание. Я каждому даю задание. Да. У нас такого нету, чтобы кто-то одной, вот все одной работой, чтобы занимались, этого нету. Кто-то сейчас пойдет мусор собирать, луны вычищать, кто-то сейчас пойдет снег грузить, кто-то сейчас пойдет долбежку делать, также подмести. Каждую, всю работу делаем одновременно. Сіз қазір урна контейнераларыңызда урналарға барыңыз. Түгел урна босатасыз, ұстап келесіз, кеңестерден бастайсыз. Қалғандарыңыз желтоқсанға мектеп қалғандарыңыз. Ұқтыңыздар, бір күрек, бір топорик, бір каждыйыңыз бөліп салыңыз. Ол жігіттер ана жігіттермен желтоқсанға мектеп қалғанда барады. Қазір сағат оқушылар келгенге дейін 7:30-8-ге дейін желтоқсанға мектеп қалғанда істейміз. Бастысы қауіпсіздік. Жаңа көрдіңіздер, күнделіктегі осы территорияға жауап беретін тазалықшылар осы жерге жиналады екен, осы жерден тапсырма алады екен. Сосын күні бойы жұмыс жасап, түске дейін жұмыс жасағандар түске келіп осы жерден түстенеді екен. Ішінде тефаль бар, тамақтанатын енді ыдыстары бар деген сияқты көбісі үйінен алып келеді тамақты. Вот он, мой сегодняшний рабочий инструмент, мое орудие. Поехал тоже вносить вклад в чистку города. Қайда жолға? Жолға қарай шықпаймыз. Жолға шыққанда қатты алып емес, оқпайған атпай, осы жерден трактор жинап алады. Тракторге ыңғайлауымыз керек қой, иә? Түске дейін осындай қызметіміз енді. Қарды осылай жиекке тастау керек. Тракторға тазалап алып кетуге ыңғайлы болсын деп. Дұрыс па аға істеп жатқан? Дұрыс емес болса айтып қойыңыз. Адыган у нас учился работать. Опа. Ты знаешь, в далеком холостом году, когда ездил в бабушкину деревню.
Все, руки-то помнят. Осында жоқ та, мына жерде бітіріп тастайсың, үйге қайтасың деген жоқ та. Мына жерде бітіресің, ана жерде қалай кете бересің, қалан салды. Да. Сочкануть не получится, да? Нет? Вокруг медушник, но тоже стресс. Минут жұмыс жасадым. Тезірек обед болса деп отырмын ғой енді. Шай ішетін шай. А я, в принципе, уже согрелся, поэтому нормально, кровь пошла. Вот сейчас тут песик ходит. Может, споем, друзья? Давай. Пару видов. Тодоров. Но не получилось сюда поехать, поэтому здесь. Қайтадан барасың, қайтадан барасың. Осылай жүресің. Екі ортада. На самом деле не нужно никакого фитнеса, просто с утра выходите, берите в руки лопату, убирайте наш город, очищайте его от снега, и все, и буквально через месяц вы получите идеальную фигуру, сочетающую с полезностью для Біз тазалап жүрген жер. Мектептің ауғасы да. Сол қуантатын балаларға әйтеуір мектепке келіп кетуге ыңғайлы болсын деп тазалап жатырмыз. Әйтеуір қаланың сыртында жүрген жоқпыз да, ешкім адам жүрмейді дейді. Қандай қоймыз жатыр. Қар шығарамыз олай. Қар шығарамыз. Мына жерде қатты сыймайды. Сол үшін ана қардың бәрін шығару керек. Жігіттер қандық, иә? Қазір сізді жұмыс істеуге келіп тұрса, мына жерде. Келіп жай жұмыстың қарап тұрған болмайды, жұмыстың ауыртпашылығын жұртпен бірге келмей керек. Бағана бір қазір жұмыс істеп уақыттарым болды. Әлі тұрсыңдар, тасталып қарғалыңыздар да лақтырыңыздар. Ауыртпашылық сезім білемін керек ме? Сезіміңіздер, барыңыздар да Біз ойлағанымыз шай ішетін уақыт болып жоқ, шай ішетін уақыттары енді ғана келділер. Сағат 10-да барамыз шай ішуге. 10-да? Оған дейін мына жерде қарын лақтырып бітіруіміз керек. Қазір оқушылар келеді, оқушылар келгенге дейін біз жерден кетуіміз керек. Ана құшылғынадан ана жаққа дейін түгел алып кетуіміз керек. Так что давайте ана қарындарын лақтырыңыздар. Оңға дейін. Әлі 4 сағат уақыт. Как говорится, кел балалар оқылық. Аха, давайте. А вот и машина подъехала. Мынау жақсы екен негізі. Мына жұмыстан гөрі мына жұмыс жақсы екен. Бізге айғайлайды ол. Машинеге тиіп келсе, біз тиіп келсе, сен машинеге құның жетпейді. Өңкөй алып қаштар деп сөйлейді мына машина қойғандар бар ғой. Ел деген қақырына сіңдірінеді, мұсыр дегенде кішкене нәрсені әкеп тастайды. Анау үйінен алып келген мұсырды анау ұрынаға әкеп тастайды, анау үлкен ұрынаға тастамайды. Міне көрдіңіз бе? Ішіп баратып, анау машинаның ішіне кабинкасын ішіп баратып, анау ішіп болған неменен лақтырып келіп жүреді. Одан ана темекіні шегіп, темекіні қабын лақтырып жүреді. Ана темекінің түгін лақтырып жүреді. Оның бәрі сіздер тазалауларыңыз керек. Біз тазалаймыз. Тазаламасаң әңгіме айтады олар. Тазаламасаң ана мастеріміз айғайлайды. Мастердің үстіне немене бар, ол айғайлайды. Одан әкімет айғайлайды. Міне осындай іс. Только что один из сотрудников службы Астана-Тазалык признался, что во время сильных буранов многие из них, дело в том, что живут за пределами нашего города, нашей столицы, и по этому поводу во время сильных буранов, которые были недавно, они просто не ездили к себе домой, оставались на работе, ночевали по 2-3 суток. И 8 суток ночевали. 8 суток? Да, вот где вы сейчас видели, первые бураны 8 дней подряд там ночевали. Я сама с ними ночевала. А вот последний буран, позавчера, вот, мы 2 суток. А там есть места, где можно... На лавочках спим. У нас там постели нету, ничего такого. Жаңыз кірген кезде орындықтан тұрған жерде. Сол лавочка. Орындықтан осы киіммен ждат. Ертесінен қайтадан солай жұмыс. А настроение падает, когда стабильный снег идет? Нет, настроение не падает. Мы уже народ привыкли.
Настроение падает, когда вот люди не уважают, не понимают нас. Вместо того, чтобы они нас поддержать или помогать, наоборот, они похожи, бывает, оскорбляют нас, оскорбляют, ругаются с нами. Кто-то приходит, нас ругает, почему вы тротуары подметаете? А кто-то приходит, почему вы не подметаете? Вот пойми, кого слушать? Вот такие моменты бывают. Просто люди нас не уважают. Наш труд. Я думаю, что, во-первых, люди должны уважать чужой труд. У них этого нет. Естественно, это должно быть всегда, и не только ваш труд. Всегда нужно уважать любой труд, Да, потому что это огромное усилие на благо нашего общества. Бытовой мусор они берут, вот эти урны, вот маленькие урны, они пихают, силой аж пихают. Или прямо где Или стоят, рядом там они оставляют, оставляют. На остановках стоят семечки, шалкают, плюют, харкают. Вот мы им замечания делаем, а нас не слушают. Смотрите, дорогие друзья, есть чем гордиться нам, батышанам, потому что с того момента, как мы сюда пришли, этот участок лично нами был прочищен, поэтому можно сегодня устроить небольшое дефиле по нашему импровизированному подиуму, друзья, чистому, очищенному, полезному подиуму. И кім тазалаған көрсетсіңдер, кімде күрек бар, кімде күрек жоқ. Неделя моды в Нур-Султане. Стильные жилеточки цвета манго. Техника шеберлер ғой. Орында дрифтовать. Главный устав пол действительно качок надо. В конце рабочего дня можно устраивать некие показы атлетов. О, смотрите, Қарын шығар. Ангара. Посмотрите, Көрі. работа, рука работающего человека. Давай кирпич бітірсең онда. Кирпич айтсайық. Онда әңгіме жоқ дейсіз баға. осылай ойылып кетіп отырмын. Мына заказ қойылған жоқ. Көбінесе қыздарға беріп ауызын істетпейміз. Олар бәрін көзін істейді. Байқағаным қыздар көп қой сіздердің қатарларыңызда. Енді қыздар бар, аналарымыз бар міне. Олар енді баяғы білмеймін, жұмыстар баяғы істейді анау. Көп түсеміз. Бұл тоқтауға тырысамыз. Түсеміз баяғын қолымыздан келсе. Жаңа жинаған қарымыз бәрі полигонға кетті. Полигонға апарады, төгет, қайтадан келеді, оған дейміз қарды жинап қоямыз. Ең оңай жұмыс. Бүгін оңай ғой деген жұмыс бар ма? Енді ондай біздегі бола бермейді. Ондай оңай жұмыс деген енді бізде болмайды. Енді кішкене енді бір оңайлау деген енді боран соқпаған күні бір жаңағы осындай бір не алып қолында сыпырықша алып нетіп жүрген оңайлау жұмыс болды. Оның өзі оңай емес дейсіз ғой негізі. Оңай емес. Сағат 7 болған, шоның балалары келеді бізден ақылдың ажаға. Күту керек, қозғалып. Күткеніне келгенде. Қай қара барамыз? Енді қанға шықылды балалар барамыз. Келген балалар келіп, шоның адамдар жоқ, оған қозғалу керек. Да, это у нас второй объект, площадь Конгресс-холла. Шай щитка у нас. Лучше вот там шай щитка. Ну, неплохая идея. Давай, я предлагаю, смотри, сейчас пойти в магазин, закупить чего-нибудь к чаю, пирожков, там сладостей, и тем самым угостить в том числе наших новоиспеченных коллег. Я думаю, они обрадуются. А пирожки бар ма па? Неше? 20? Жирмалы. Бізге бір 20. Мощный, сочный, сондай бір дәмдісін беріңізші. Міне біз магазинге бардық. Шайға керек нәрсенің бәрін алдық. Бақтияр екеуміз қазір столымызды қоямыз. Қазір ағаларымыз, апаларымыз жұмыстан келіп, ішке кірген кезде алдарында
шайға келіп нәрсенің бәрі тұрады. В очередной раз хотим поблагодарить вас за ваш труд. Это действительно стоит того, чтобы обращать на это внимание. Поэтому поменьше мусора на дорогах и удачи. Рахмет, көріп жүрсеңіз. Сіздерге рахмет. Ең бастысы біз жұмыс жасап көрдік. Оңай емес. Біздің адамдардың өтініші. Сіздерге барлық рахмет. Сіздер бағаламаса да, сіздердің жұмыстарыңыз елмесе де біз барлығын көрдік. Өзіміз ұстап көрдік, сезініп көрдік. Сіздерге үлкен рахмет. Егер әрбір үйде, әрбір отбасы өзінің жаңағыдай балаларына сол тәрбиесін берсе, алдағы уақытта бәрібір дұрыс болады істейміз. Ну и терпение, конечно же, на работе. И знаете, что не все люди в нашем городе злые и невежливые. Поэтому, возможно, благодаря сегодняшнему видео все остальные хорошие люди не постесняются выражать свои хорошие качества именно вот таким вот прекрасным отношением. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Итак, у нас завершился наш сегодняшний утренний рабочий день. Каждый из нас отправляется по своим делам. Сонымен біз бүгін жұмыс жасадық. Сіздер көрдіңіздер, оңай емес әрине шаруа. Таңнан кешке дейін жүру, қолға күрек ұстап жүру. Біз одан әрі жалғастырамыз. Қызықты осында қызметтерді көрсетеміз сіздерге. Бізбен бірге болыңыздар. Сау саламатта болайық. И соблюдайте чистоту.